Сәлем достар, назарларыңызға үй жағдайында оңай табылатын заттардан жасалатын салаттың құрамымен бөлісіп отырмын. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттарды майдалап турап дайындап аламыз. Содан соң ыдысқа біртіндеп салып, бұрыш, тұз, майонез және де өзектеріңізге орай жүгері салып араластырамыз. Каналымызға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Жуылған салат жапырағына қоспаны салып ораймыз. Салаттың өзін осылай да қолдана беруге болады. Бір қоспамен осылай екі түрлі салат жасап дастарханымызды әрлеуге болады. Видео соңында лайк, комментарий және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.